Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Мына Қожатоғай ауыл округі, мына Қожатоғайға түсетін арна, қазір мынаның арғы басы. Менен жобасын жылда білеміз ғой, 80 километр жақтан келіп жатыр мына су. Бізге жақындап қалды, қазір 5 километр қалды. Құдайдың өзі абырой берсін, арты тоқтаса, онда қау жоқ, арты тоқтамаса, бұның жауын жауып кетсе қайдам енді. Пәлен деп айта алмаймыз енді. Кетіп жатыр енді. Бұған бізге құдай қаласа погрузчик керек, обязательно. Погрузчик пен құмды хотя бы бір КАМАЗбен бір погрузчик керек. Ләжі болатын болса. Погрузчик обязательно керек. Біз жан-жағындағы құмды топырақты самбаға көтеріп қаптап жабуымыз керек та. Құдай қаласа, ана көрдіңіз бе, судың келіп жатқан жағы. Страшный енді, ой. Арты тоқтаса, ештеңе қылмайды, жауын жаумаса. Бізде енді қардың бәрі еріп тынған. Осы ар жағындағы, бұл енді Әлімтаудан келеді, басы. Таудан, Әлімтаудан келеді. Сіз жіберіңдер дейді. Кетіп жатыр мұның басын. Қазір 5 километр қалды Қожатоғайға. 5 километр қалды. Келіп жатқан су Қожатоғайға қарап. Біз алдынан күтіп алдық. Ағайын бар жанымда.